Қаламызда облыстық онлайн кітап оқу байқауы өтіп жатыр. Лев Толстой атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы ұйымдастырған байқау туралы толығырақ тілші репортажында. Адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана дейді ғұламалар. Бұл сөздің ешқандай да жалғандығы жоқ. Осы сөзді негізге алған Лев Толстой атындағы облыстық кітапхана арнайы оқу және де жең деген әдеби байқауды бастаған. Байқау 3 кезең бойынша, яғни жас айырмашылықтарына байланысты оқырмандар қатысады. Бүгін таңда бірқатар оқырман аталмыш байқауға тіркеліп үлгерген. Қостанай облысында 1 ақпаннан бастап облыстық акиматтың қолдауымен, мәдени басқарманың қолдауымен оқы және жең деген онлайн байқау басталды. 3 ай өтеді. Ақпаннан мамырға дейін 3 айдың ішінде өткен кісілер 3 кітап оқушы шығу керек. Ол кітап 10.kz деген сайтта бар. Аталмыш байқауға тіркелген оқырмандардың қатары қалың. Оның ішінде жастар да бар, аға буын өкілдері орта буындарда кездеседі. Кітапхананың ұйымдастырып жатқан байқауына қатысып жатырмын, Ақбоз кітабын оқып жатырмын. Және де осы байқауда жеңемін деген ойдамын. Қарсыластарыма сәттілік.